Ассалаумағалейкум достар, бүгін қыздармен танысудағы 7 түрлі подход. Олай болса бастадық. Бірінші, саған ұнаған, ішімде бір түсініксіз сезімдер туғызып, қызығушылық тудырып, осы қазір таныспасам, өмір бойы өкініп қалатындай сезім тудыратын қызды көру керек, табу керек. Екінші, ол қызды таптық деп ойлайық, көрдің деп ойлаймыз. Олай болса төпет етпейміз. Жаңа түскен келінге ұқсап, жаңа ұялып, қызарып, бозарып, қалтырамай, не айтамын, қалай барамын деп қорқақтамай жанына бару керек. Үшінші, жанына келдің, енді сәлем, настроениең қалай, жағдайың қалай, қайда барасың, не істеп жүрсің, не істеп тұрсың, қай киноға келдің, қандай автобус күтіп тұрсың. Яғни бір керемет бір өтетін фразаны айту керек деген бір деп басты қатырмай, дәл сол жердегі жағдайға байланысты, тұрған жеріңе байланысты, келген жағдайыңа байланысты, басыңа, ойыңа келген бірінші сөзбен танысуды бастау керек. Төртінші, қалтырап, дірілдеп, өтер жақындадың, танысып бастадың, енді соны қызықтыруға тырысу керек, яғни қызды қызықтыруға тырысу керек. Қобалжып, қолың дірілдеп, көзін тіке қарай алмай, бет моншағың үзіліп, немесе қатайып, жаңағыдай бір кісі болып, бір қызды қорқытпай, күліп, еңсеңді көтеріп, көзіне тіке қарап, бойыңды жаңа еркін ұстап, өзіңе сенімді, өзіне ұнаған, қажет болған кез келген адамды қызықтыра алатын жігіт екеніңді көрсете білу керек. Бесінші, көп сөйлеп созбай, жаңағы ары кетсе 5 минуттық әңгімеден кейін келесі кездесуге шақыр, кофе ішуге, бірге тамақтануға, пикникке баруға, шомылуға дегендей, баняға, ваннаға шақырып жүрме, әрине. Варианттар өте көп, қызықтыр. Егер осы этапқа дейін бәрін дұрыс жасасаң, яғни жоғарыда айтылған жұмыстардың бәрін дұрыс жасасаң, міндетті түрде қызыңыз келісіп, телефонын береді. Ал егер бір жерде жоғарыда айтылған қателіктердің бірін жіберіп қойсаң, проверкаға кетеді. Телефонын бермей, инстаграмға жазыла сал, давай мен жазып алайын, сенің номеріңді өзім хабарласам, жігітім бар, көшеде таныспаймын. В общем, отмазкалармен жұмыс жасап үйрену керек. Басқа видеоларымда қалай отказдармен, отмазкамен жұмыс жасау керектігін айтатын боламын. Алтыншы, телефонын алдық. Енді қыздың көзінше оған маяк тастау керек. Яғни сол жерде тұр, ертең осы номермен сенің хабарласатыныңды білдіру керек. Яғни өз номеріңді білдіруің керексің. Номеріңді білдірдің делік. Жетінші, номерін алғаннан кейін жақсы эмоционалды нотада, жаңағы әңгімені көп созбай, жақсы эмоционалды нотада өз жолыңмен, өз шаруаларыңа не істейміз, кетеміз. Әңгімелерің жарасып, бәрі сен ойлағаннан жақсы кетіп жатса да, сағаттап жүру болмай, бірінші болып, жаңағы әңгімені қызық жерден тоқтататын сен болу керексің. Тіл байлығыңды, қызықты әңгімелеріңді келесі кездесуге туралайтын боламыз. Келесі кездесу бізде бірінші свидание. Не туралы сөйлесем, қайда шақырамын, не киіп барамын, өзімді қалай ұстаймын, счетты кім төлейді, мен төлеймін бе, қыз төлеймін бе, ортадан шығарамыз ба, қанша уақыт свиданиені отырамын, қайда апарамын, қайда жүремін. Яғни осыған ұқсас барлық сұрақтарды менің осы каналымнан табатын боласың. Ал бүгінге осы. Адиос.